реттеп аламыз. Жаттығуымыздың бәрін тиянақты, өз орнымен артық кетпей, кем кетпей, өз орнымен жақсылап істеп алдық. Бұйырса, ларан ұрамыз, былай қалса барамыз, ұрамыз. 4 ай болды, елді сағындық. Ұру керекті қайта көріп, құдай қаласа. Соңғы жаттығу залда, құдай қаласа, ертең Техасқа ұшамыз, Сан-Антонияға. Салмақ қуу, салмақ жасау процесі. Команда дайын, тек қана Жәнібек қана емес, бәріміз дайынбыз. Бұл кәмп басқаша өтті, ерекше өтті, мотивацияға толы, жігерге толы лагерь болды. Өйткені алдымызда тарихи жекпе-жек, тәжірибелі қарсылас Эрисланди Лара деген кубалық қабылан. Жасы 42-де неше түрлі жекпе-жектер өткізген, тәжірибесі өте мол, даңқты боксшы, 2 салмақта чемпион болған боксшы. Бүкіл бокс жанкүйерлерінің көзі осы шоуда. Бүкіл бокс мамандары осы жекпе-жекті қазір талқылап жатыр. Сондықтан барымызды салуымыз керек. Әлемге осы жекпе-жектен кейін қазақ стайл бокс әлемінде басқаша самғайтын болады. Қазақ стайлды осы жекпе-жектен кейін әлем басқаша көретін болады. Қазақстанды осы жекпе-жектен кейін әлем басқаша танитын болады. Осы 3-ші титулдан кейін қазақтың баласын, қаны қазақ, жаны қазақ, қазақтың баласының мықты екенін әлем мойындайтын болады. Сол үшін, сол мақсатпен Техасқа аттанып бара жатырмыз. Алдымызда бір ғана мақсат — тарих жасау. Өйткені кім чемпион болмай жатыр бұл бокста? Бұйырғанның бәрі чемпион болып жатыр, бірақ көбісі тарихта қалмайды. Біз тарихта қазақ дейміз. Ертең інілер, еліктеген інілер, біз сияқты болғысы келетін, біздің команда сияқты болғысы келетін інілерге бір із қалдырсақ дейміз. Солардың бір жолының ашылуына жағдай жасасақ дейміз. Солар Америкаға келіп ертең біз сияқты емін еркін күліп ойнап жүріп чемпион болса дейміз. Карьера